Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Аралым, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте тез әрі өте оңай бір жасағаннан шығатын восточный пирогтың рецептісімен бөлісетін боламын. Пирог өте дәмді, өте керемет болып шығады. Видеоны соңына дейін көріп, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен ыдысымызға бір жұмыртқамызды саламыз, үстінен шекерімізді салып, жұмыртқа мен шекерімізді жақсылап араластырамыз. Жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен бөлме температурасына еріп тұрған сары майымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Құрметті менің көрермендерім, барлық қажетті заттардың тізімін және мөлшерін описание бөлімінде қалдырдым. Енді барлығын осылай жақсылап араластырып алғаннан кейін үстінен електен өткізе отырып ұнымызды қосып аламыз. Үстінен бір шай қасық қопсытқышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Басында осылай шаңышқының көмегімен араластырамыз, кейіннен қолдың көмегімен араластыра отырып, жұмсақ қамыр илеп аламыз. Бұл бізде песочный тесто болады. Қамырыңыз қатты болып кетпесін, міндетті түрде осындай жұмсақ қамырға билеп аламыз. Қамыр неғұрлым жұмсақ әдемі болса, біздің песочный тестомыз өте дәмдірек болып шығады. Қамыр қатты болып кетсе, сіздің песочный тестоңыз пісіп шыққаннан кейін бөлініп кетуі мүмкін, яғни сынып кетуі мүмкін. Сол себепті жұмсақ қылып илеп аламыз. Неке осындай жұмсақтықтағы қамыр болып шығады. Енді осы шыққан қамырымызды салафанымызға, яғни пакетімізге салып, тоңазытқышқа салмасын дайындап болғанша салып қоятын боламыз. Енді салмасын дайындаймыз. Салмасын қалауыңызша өзгертуге болады. Жанына тағы да басқа да құрғақ жемістерді қосуға болады, немесе басқа да жаңғақ түрлерін қосуға болады. Менде бұл жерде ең қарапайым түрлері сары өрікті және грек жаңғағын, мейізді қолдандым. Мейіздің орнына қара өрікті де қолдана берсеңіздер болады. Бұл жерде 100 грамм сары өрік, 100 грамм қара мейіз және де 100 грамм грек жаңғағы. Енді сары өрігімізді осылай майдалап, дәл видеодағыдай етіп турап аламыз. Грек жаңғағында видеодағыдай етіп турап аламыз. Кішірек көлемде болса, жеген кезде ыңғайлы болады. Және де қара мейізді қалауыңызша турап тастасаңыздар болады, бірақ мен турамадым. Менде кішірек көлемдер болғандықтан турамадым. Егер бұдан да үлкенірек түрі болса, онда турап қосқандарыңыз дұрыс болады. Осы арада біздің қамырымыз да дайын болып тұрды. Енді мен осындай форма қолдандым. Жай домалақ форманы қолдансаңыздар да болады. Мен осындай сәндірек болсын деп шеті ирек форманы қолдандым. Тоңазытқыштан шыққан қамырымызды осылай қолдың көмегімен біркелкі етіп, дәл видеодағыдай етіп жайып шығатын боламыз. Шеткі жандарын, яғни бортиктерін қатты қалың қылмайсыздар. Осылай тым қатты жұқада емес, дәл видеодағыдай етіп жасауға тырысыңыздар. Сол кезде сынбай біркелкі әдемі болып шығатын болады. Осылай қолдың көмегімен тегістей отырып жайып шығамыз. Қамырымызды осылай толығымен жайып алғаннан кейін үстінен шаңышқының көмегімен тесіп шығамыз. Қамырымыз тым қатты қалың болып көтеріліп кетпес үшін міндетті түрде жақсылап шаңышқымен тесіп шығыңыздар. Енді үстінен кептірілген жемістерімізді саламыз. Ең алдымен мен осылай астынан мейізді тастадым. Қолдың көмегімен біркелкілеу етіп осылай жайғастырып алдым. Үстінен сары өрікті тастаймыз. Сары өрігімізде осылай ақырын ғана қолдың көмегімен тегістеп шығамыз. Үстінен алдын ала турап дайындап қойған грек жаңғағын саламыз. Ең соңынан біздің сгущенкамызды құятын боламыз. Менде сгущенка Три желания компаниясының сгущенкасы. Осы Три желанияның дәл осы сгущенкасы өте жақсы шығады, және де деп фирмасының сгущенкасы өте жақсы шығады. Сонымен қатар айналайынды да жақсы шығады деп жатады, бірақ мен айналайын фирмасының сгущенкасын бұл пирогқа қолданып көрген жоқпын. Енді қамырымыздың шетін осылай бір тегіс етіп, салмасынан сәл ғана көтеріліп тұратындай етіп тегістеп шығамыз. Содан кейін пирогыңызды міндетті түрде шамалы ұрыңқырап, шамалы сілкілеп жіберіңіз. Қатты сілкіп жібермеңіздер. 180 градус қызып тұрған пеште 25-30 минут бортиктері қызарғанша пісіріп аламыз. Мінекей осындай болып пісіп шықты. Өте жұмсақ, өте дәмді, керемет болып шығады. Сгущенкасы ағып кетеді деп жататын жандар бар. Міндетті түрде сгущенка ақпас үшін сапалы сгущенканы қолдануға тырысыңыздар. Жаңағы айтқан фирмалар өте жақсы барады. Пирог піскеннен кейін суытып барып осылай кесіңіздер. Сол кезде жақсы кесілетін болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге видео рецепт ұнады деген ойдамын.
Алдағы уақытта шығатын басқа да қызықты рецепттерді жіберіп алмас үшін каналға тіркеліп қоңырауша белгісін басып қойуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған арайлым, баршаңызға рахмет.